Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді бал қосылған құймақтың жасалу жолымен бөлісемін. Құрамына қант қосылмайды, жылдам дайындалады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін, хош иісті болып шығатын құймақты сізді жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: жылы сүт, ұн, бал, жұмыртқа, сұйық май, тұз және ас содасы. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Сонан соң балды саламыз. Мендегі табиғи бал. Ас содасын саламыз. Тұзды саламыз. Келесі кезекте сұйық майды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналымда басқа да құймақтардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Енді жылы сүт құямыз. Араластырамыз. Сонан соң електен өткізілген ұнды азызын сала отырып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Мінекей достар, дайын. Видеодағыдай сұйық болып шығады. Келесі кезекте құймақ пісіретін табаны қатты отта қыздырамыз. Аздап сұйық май құямыз. Жан-жағына жағып шығамыз. Қамырды табаға құятын кезде араластырып барып құямыз. Құймақтың бірінші жағына қарағанда екінші жағы тез піседі. Қаласаңыз піскен құймақтың бетіне сармай жақсаңыздар болады. Барлық құймақтарды осы әдіспен пісіріп аламыз. Мінекей достар, өте дәмді, хош иісті құймақтарымыз дайын. Оңай жасалады, жылдам дайындалады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін құймақты сізді жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.